Армысыздар, құрметті оқырмандар. Біз бүгін қазақ балалар әдебиетінің негізін салушылардың бірі Сапарғали Бегалиннің «Бала Шоқан» повесіне тоқталатын боламыз. Жазушы өз естеліктерінде шығарма жайлы былай қалдырған екен: мен Шоқан өміріне қатты қызықтым. Мен оның өмірбаянының барлық тұстарын жазуды мақсат тұтпадым. Мен оның бір ғана сәтін іздедім. Оны тапқандаймын. Ол Шоқанның күзетшінің баласы мысықтың саз балшықтан мүсіндер жасағанын көріп, оның талантын танып, өзімен бірге қалаға алып кетуі. Маған осы бір оқиға қатты ұнады, және хикаят жазуға ұмтылдырған да осы. Осылай «Бала Шоқан» повесі жазылды дейді жазушы естеліктерінде. Бала Шоқан ағартушы, ғалым, тарихшы, этнограф, фольклоршы Шыңғысұлы Шоқан Уәлихановтың өмір жолындағы балалық шағы туралы суреттелген туынды. Шығармада Бала Шоқанның өскен ортасы, мінез-құлқы, сол уақыттағы салт-дәстүрлер кереметтей жазылған. Шығарма кейіпкерлері Шоқан, Шоқанның әкесі Шыңғыс, анасы Зейнеп, інісі Жақып және күзетшінің баласы Мысық. Автор шығармада әрбір кейіпкердің мінез-құлқын әңгіме желісі бойынша баяндап отырады. Бала Шоқанның әрбір іс-әрекетінен жасынан ақылды, зейінді, жаңалыққа құмар, мейірімді, қамқорлы, шыншыл екенін аңғартады. Ал Мысықтың іс-әрекетінен шағын ғана өз әлемінде жетіліп келе жатқан шебер қолды баланың секемшіл, үркек, қорқақ мінезін көрсетеді. Шығарма Қосқималы атанған Құсмұрындағы адырының Төре ауылының күзетіндегі лашығынан басталады. Сол лашықтан шыққан сары баланың екі-ақ ермегі бар болатын. Оның бірі алдына берген екі бұзаулы сиырдың шөбін суын беріп жамыратпау, ал екіншісі саз балшықтан мүсіндер жасау болатын. Төре ауылы күзетке көшіп келді дегенде естігенде сары баланың қуанышында шек болмады. Өйткені жаз бойғы зеріккенде ойынан кетпейтін бір ғана досы болатын. Ол Төренің баласы Шоқан еді. Шыңғыс Құсмұрынға аға сұлтан боп сайланғалы күзетте екі бөлмелі кеңсе салынды. Осы кеңсенің күзетшісі де сары баланың ата-анасы болатын. Әдеттегіше өзінің ермегімен балшықтан ойыншық жасап отқан Мысықтың қасына өзінің тайымен Шоқан келді бірінде. Алғашында Шоқаннан ығысып қалған Мысық ойыншықтарын жинап орнынан ыршып тұрды. Шоқан Мысықтың қасына келіп: «Аманбысың, Мысық? Мына жасап отырған мүсіндерінің барлығы да сенікі ме, өзің жасадың ба? Не деген керемет, маған бірін беремісің?» деп сұрақтың астына жаудырта бастады. «Ал мен саған ойыншық берсем, сен маған не бересің?» Артынша: «Қант пен бауырсақ беремісің?» деп үн қатты Мысық. «Иә, беремін. Біздің үйге жүр, анама айтып бергіземін» деді. «Жоқ, ол жақта сотқар балалар көп, мен бармаймын. Иттерің қабаған» деп жәбір көргендігін айта бастайды Мысық. «Жоқ, ешқандай итте қапқызбаймын, ешкімге ұрындырмаймын» деп Шоқан Мысықты өзінің бауырына тарта бастады. Міне, осыдан бастап Шоқан мен Мысықтың арасындағы ыстық, достық қарым-қатынас басталды десек те болады. Өзінің үйіне ертіп апарған Мысықты Шоқан ұрғысы келген Жақып інісінен қорғайды. Анасының бұл
Күзетшінің баласынан басқа досты таппадың ба деген сөзінен ұялса да, анасына мысыққа бауырсақ пен қант беруін өтінеді. Ас үйде жүрген Қанипа апа мысыққа қанты мен бауырсағын береді. Қанты мен бауырсағын жеп болған мысық қалғанын көйлегіне салып алып, оны Шоқан еттен қорқатын біліп, үйіне дейін шығарып салады. Мысық әдеттегенше Шоқанға мүсіндер жасап отырды. Шоқан уәде берген уақытында мысыққа барып тұратын болды. Шоқанның бұл кездері бос уақыты да болмады. Ол сол уақытта Әубәкір молдадан сабақ алып жүрген болатын. Бірнеше ғұламалардың, ақындардың, жыраулардың сөздерін тыңдап, оқып, жаттап жүрген кез еді. Бірінде үйге Арыстан ақын келеді. Арыстан ақыннан Шыңғыс Сұлтан Қозы Көрпеш баян сұлу жырын айтып беруін сұрайды. Мұны асқан талантпен, ынтамен тыңдаған Шоқан өзінің қойын дәптеріне алғаш рет Қозы Көрпеш баян сұлу жырынан қалған жаттанды сөзді жазып алады. Арыстан бейдің айтқаны деп те жазып, Арыстан бейдің суретінде салады. Қыс мезгілінде Әубәкір молданың сабағында болғанмен, жаз мезгілінде Айғаным әжесінің ауылында болып, әжесінен небір жыр дастандарды тыңдап өсті. Осындай бір кездерде Шоқан нағашы жұртына барып келді. Ол жақта құсбегілік, қансонарға шығып, аңшылық өнердің қыр-сырын жете білді. Ауылға нағашы жұртынан оралысымен Шоқанның әкесі айтқандай омбыға кадет корпусына оқуға баратын кезі де жетті. Әжесі ел жұртты жинап батасын берді. Омбыға аттанар алдында Шоқан мысыққа барды. Бұл кезде мысықтың анасы ауырып жатқан болатын. Мұның бәрін көзімен көрген Шоқан мысыққа аяушылық танытып, үйіне әкеліп, анасын айтып, өзінің киімдерін бергізіп, аяқ киімін бергізіп, тамақтарын беріп, үйіне шығарып, мысықпен қоштасты. Үйіне келіп жүрген әкесінің достары Добашинский мен Сергей Сотниковпен жақын қарым-қатынаста ағалық ақыл кеңестерін алып жүрген Шоқан бұл жолы омбыға Добашинский, Сотников, Шыңғыс бірге аттанды. Шоқан Сотниковтың үйіне оқуға келді. Ең алғаш танысқан досы Григорий Потанин. Омбыда оқуын бастаған Шоқан өте зерек болды. Барлық пәндерді сүйсініп оқитын болды. Оның бір миына қонбайтын бір ғана сабағы болды. Ол математика сабағын онша білмеген еді. Ол кездері Шоқанға Кашинский әдебиет сабағынан сабақ беретін ағайы өзінің кабинетіне апарып жыр дастандарды оқытып қоятын еді. Осылай күн артынан күн өтіп, Шоқан өзінің омбыдағы оқуын өз-өзін жетілдіріп, ауылға да келетін уақыты келді. Ауылға келгенде алғашында досы мысықты іздеді. Дегенмен де бұл кезде мысықтың анасы қайтып, күзеттен олар көшіп кеткен еді. Жаз мезгілінде Айғаным әжесінің ауылына барып, құсбегілікпен, саятшылықпен, көкпар тату ойындарымен жаз мезгілі де өтіп кетті. Осылай омбыға қайтып оралды. Омбыдағы сабағын жалғастыра жүре, бірнеше ақын жазушылармен, суретшілермен таныса бастады. Бірінде Сергей Сотниковтың үйіне келген Шоқан суреттен сабақ беретін Померанцев ағайын көреді. Әңгіме соға отырып,
Сотников пен Шоқан суретші ағайға мүсінші мысықтың мүсіндерін көрсетеді. Бұл мысықтың туындыларын көрген суретші ағайы бұл баланың талантты екенін айтып, қалада жағдайы жоқ балаларды тегін оқуға болатынын, және де оған Шыңғыс сұлтанның септігі тию керектігін Шоқанға жеткізеді. Шоқанның бұл жолы ауылға барғандағы басты мақсаты осы болды. Сөйтіп ауылға келгенде Шоқан бірінші мысықты іздеді. Бұл жолы ауылға қайтқанда Шоқан өзінің үйіне емес, Айғаным әжесінің үйі Сырымбиге келді. Сырымби ауылына келгенде ауылдың табиғатын, тауларын қағазға түсіріп тамашалады. Бұл кезде Шыңғыс аға сұлтан болып Көкшетауға келу мақсатында Сырымби ауылында Шыңғыс сұлтанға да үй салынып жатқан болатын. Сол құрылысшылардың ішінен бірінде Шоқан мысық досын көріп қалды. Мысық досын сағынғанын көріп келіп, бірден ол өзінің осы мысықты қалаға барамысың деп сұрады. Мысық алғашында сол баяғы қорқақтығы мен жасқаншақтығы мен артқа шегінді. Алайда бұның бәріне Шоқан өзі көмектесіп, басқасында өзі болатын айтқан соң, мысық қалаға оқуға баруға келісті. Кешікпей Шоқан Шыңғыс әкесіне бұл жайлы айтып, мысықтың әкесінен мысықты қалаға алып кетуге рұқсатын алып, осыдан есею жылдарында Шоқан өзінің қасына омбыға мысықты ала кетеді.